Қыздар қосылып жатыр екен, өте қуаныштымын. Қош келдіңіздер, қыздар. Қалдарыңыз қалай? Жанар ханым, Индира ханым. Өте қуаныштымын сіздерді көргеніме. Менің қыздарым қосылып жатыр екен. Қалдарыңыз қалай? Көктемнің алғашқы күні келді, қыздар. Барлықтарыңызды шын жүректен алғашқы көктемнің күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін алғыс айту күні, Бүгін барлықтарыңызға менің тобыма қосылған қыздар, арықтағысы келетін қыздар, менімен бірге арықтап жүрген қыздар, барлықтарыңызды шын жүректен сіздерге алғысымды айтқым келеді. Өйткені маған сенім артып, шынымен де арықтаймын деген ниетпен қосылып отырсыздар. Барлықтарыңызға үлкен алғыс. Сәлематсыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Қыздар, менен көп қыздар сұрады, вакуум жайлы біраз мәлімет беріңізші, не ол, қандай марафон деп, сол жайлы біраз айтып өтейін. Қазір қыздар қосылсын, тағы да қыздар қосылып жатыр екен. Сосын толықтай түсіндіретін боламыз сіздерге. Қош келдіңіздер, қыздар. Сәлем. Қайырлы кеш. Қыздарым қосыла берсін. Өте әдемісіз дейді. Рахмет үлкен. Сұрақтарыңыз болса, осында қойсаңыздар болады, қыздар. Марафон жайлы да айтатын болам, қыздар. Арықтау жайлы да міндетті түрде айтатын болам. Менің миссиям осы топта, яғни осы Инстаграм парақшасында арықтату болғандықтан міндетті түрде мен ол жайлы айтатын боламын. Қош келдіңіздер, барлықтарыңызды қош көрдік. Қосылып жатыр екен, өте қуаныштымын. Қыздарыма қандай да бір пайдалы мәлімет берсем, сол мен үшін өте қуанышты жағдай. Өйткені олар қандай да бір мәлімет біліп отырса, алдағы уақытта өздері де арықтай алатын болады, өздері де дұрыс тамақтану арқылы салмақ тастай алатын болады. Және де онымен қоса көптеген мен қосымша жаттығулар беріп жатырмын ғой, группада, қыздар білет. Шынымен де соларды қолдана отырып, сіздер просто так арықтай аласыздар. Барлығы қосылған сияқты бастай берейік, қыздар. Жалпы мен қазір мына жерде естіліп жатыр ма менің дауысым? Қолдарыңызды көтеріп жіберсеңіздер, немесе қандай да бір белгі плюсик қойып жіберіңіздер, мені толықтай естіп тұрған болсаңыздар. Сәлематсыз ба, тәттіден қалай арылуға болады дейді, ол жайлы мен міндетті түрде айтатын боламын. Естіліп тұр, қыздар? Қолдарыңызды көтеріп қандай да бір белгі берсеңіздер, мен бастайын. Естіліп тұр екен. Өте қуаныштымын, Әсел ханым. Жақсы, қыздар. Ендеше мен мына комментарияларды өшіріп қойсам, сосын мына жерде сұрақ белгісі көріп тұрсыздар, сұрақ белгісін басып, өздеріңіздің сұрақтарыңызды қоя берсеңіздер болады. Мен негізі марафонға қатыстым дейді, сіздерге дейді, 8 килограмм тастадым дейді, ол менің емес, сіздің арқаңызда дейді, өте қуаныштымын. Эфирді міндетті түрде сақтайтын болам, уайымдамаңыздар. Рахмет, Гүлбала, как всегда, супер дейді. Сіздер маған поддержка беріп отсаңыздар, мен сіздерге күнделікті мыңдаған ақпараттар прям басымда жиналып отыр. Көптеген мен кітаптарды оқимын осы арықтау жайлы, өзімнің мамандығым салауатты өмір салты дәрігері, яғни врач ЗОЖ дейді ғой. Өзім мамандығым бойынша мен жұмыс істеп жатырмын. Инстаграмда да жұмыс жасаймын, поликлиникада да мен салауатты өмір салты дәрігері болып жұмыс жасаймын, қыздар. Все, давайте бастайық. Мен комментарияны өшіремін. Сіздер мына жерде сұрақтарыңыз болса, сұрақ белгісін қойып, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер, мен барлықтарыңызға жауап беретін боламын. Так, бүгінгі тақырып вакуум. Жалпы вакуум жаттығу не үшін қажет деп көп қыздар сұрап жатыр. Яғни вакуум жаттығуын үйрену сіздер көп уақыттың қажет етпейді, қыздар. Сіздер вакуумды бір аптаның ішінде толықтай үйрене аласыздар. Яғни бір апта бойы мен сіздерге бүкіл техникасын үйрететін боламын, қалай жасалу керек, қандай техникалар бар, барлығын толықтай үйрететін боламын. Соның барлығын үйреніп алсаңыздар, өмір бақи шынымен Гүлбала ханымға ырза болып өтетін боласыздар. Өйткені бұл
жаттығуды жасау арқылы, білу арқылы, яғни дұрыс жасайтын болсаңыздар, сіздерде жаңағы запор да болмайды, иә, іш қату, яғни және де мына асқазан ішек жолдарындағы жұмыс жасауы, асқазан ішектің метаболизмнің жақсаруы, оның барлығы осы вакуум жаттығуына тікелей әсер етеді, қыздар. Егер сіздер вакуум жаттығуын дұрыс жасай алатын болсаңыздар, шынымен де ондай проблемалар сіздерде болмайды. Артық салмақ деген сіздерде проблема болмайды. Ертең мысалы іші шығып кету қандай жағдайда болады? Егер мысалы адам жүкті болған кезде, босанған соң, адамның іші қалып кетеді. Әйел азаматының көптеген проблемасы осы деп білем. Вакуум жаттығуын сіздер бір аптаның ішінде үйреніп алсаңыздар болады. Бірақ бұл жаттығуды, қыздар, жасалу жолдарын білу керек. Яғни сіздер қалаған уақыттарыңызда бұл жаттығуды жасай алмайсыздар. Сіздер таңертең аш қарынға жасауларыңыз керек. Егер аш қарынға жасайтын болсаңыздар, эффекті өте күшті болады. Аш қарынға жасайтын болсаңыздар, сіздердің шынымен де іштеріңіз тартылып, мысалы, әр апта сайын минимум 3, максимум 10 сантиметр іштеріңізді тарта аласыздар. Кәдімгідей объемнан жақсы кететін болады. Мысалы, қазір алда 8-ші наурыз келе жатыр ғой. Егер ертеңнен бастайтын болсаңыздар, мысалы, осы бір аптаның ішінде шынымен де 5-6 сантиметр іштеріңіз кәдімгідей кішіретін болады объемнан. Қазір мысалы сіздерде 50 сантиметр, жаңағы 50-ші размер болатын болса, ертең бір аптаның ішінде кәдімгідей 48-46-ші размерға дейін сіздер түсе аласыздар. Сосын, қыздар, бұл вакуум жаттығуы өте оңай. Егер жасап үйреніп алсаңыздар, өте оңай. Любой жерде жасай аласыздар. Кухняда тұрып та жасасаңыздар болады, жатып та жасасаңыздар болады, отырып та жасасаңыздар болады. Өте оңай, жеңіл жасалатын жаттығуда қандай да бір ұзақ уақытты сіздерден талап етпейді, максимум 4-5 минут қана уақыттарыңыз кетеді. Бірақ соның арқасында сіздер күнделікті жасау арқылы бүкіл салбыраған іштеріңізден, ол сіздерге авторитет емес қой, дұрыс па? Сол себепті салбыраған іштеріңізден құтыласыздар. Артық майларыңыз кәдімгідей кететін болады, объемдарыңыз кішіретін болады, артық салмақтан арылатын боласыздар, қыздар. Солай, сұрақтарыңыз болса, мына жерде қызыл жаңағы сұрақ белгісі тұр ғой, сол сұрақ белгісін қойып, маған сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Және де бұл жаттығу кімдерге арналған, Мысалы, босанғаннан кейін созылатын іш терісін қалпына келтіру үшін сіздер осы вакуум жаттығуын жасасаңыздар болады. Және де мына іш құрылысының жұмысын жақсартады. Мен жаңа айтып өттім ғой сіздерге. Бүкіл асқазан ішек жолын жаңағы артық шлактан, токсиннан, тоздан, тазалау үшін кәдімгідей осы вакуум жаттығуын жасау арқылы да сіздер соның барлығынан құтыла аласыздар. Яғни вакуум жасаған кезде адамның асқазан ішек жұмысы жақсарып, метаболизм, яғни ас қорыту процесі өте жақсы жұмыс жасайтын болады. Сол арқылы да сіздерде артық салмақ болмайтын болады. Не үшін біз таңертең жасаймыз осы жаттығуды? Өйткені таңертең не үшін айтамыз? Қыздар, таңертең завтракты міндетті түрде ішіңіздер деп. Өйткені таңертең таңғы асты ішетін болсаңыздар, таңертең вакуумды жасайтын болсаңыздар, шынымен де ас қорыту процесі өте жылдам жүретін болады. Ал егер таңертең емес, кешке дейін аш жүріп, кешке көп тамақ жеп алатын болсаңыздар, онда сіздердің ас қорыту процесі өте баяу жүретін болады. Өйткені ойлайды асқазан, ой, бұл қыз, мысалы да қыз деп айтайық, бұл қыз кешке дейін аш жүреді, менің асқазаным бос қалмауы үшін мен бүкіл жаңағы жеген тамақтарымды ұстап тұрам. Яғни май жинауға сіздерге ықпалын тигізеді. Егер дұрыс тамақтанбасаңыздар, егер уақытылы тамақтанбайтын болсаңыздар, және де жаттығуды жасамайтын болсаңыздар, сіздерде застой болады, организмді тұрып қалады. Бүкіл жаңағы жеген тамақтарыңыздың барлығы іріп-шіріп бүкіл асқазанда тұрып қалады. Соның барлығы сіздерге керек па, қыздар? Өздеріңізде сәл-сәл ойланыңыздар, өздеріңізде сәл-сәл әрекет етіңіздер, міндетті түрде біреу сіздерге былай тоқылдатып тұрмау керек қой бастарыңыздан, дұрыс па? Вот мен жасаймын дедім ба, шынымен де тұрып, хоп етіп тұрып, жылдам-жылдам жасап тастап, өздеріңіздің ары қарай істеріңізді істей беріңіздер. Жаңа айтады ғой, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық деп. Дәл сол сияқты сіздерде ерте тұруға әрекет жасаңыздар. Егер сағат таңертең завтракты, таңғы асты сағат 7 мен 9-ның арасында ішетін болсаңыздар, сіздерде запор деген проблема болмайтын болады. Егер шынымен де күнделікті ұстанып отыратын болсаңыздар, таңертең ерте тұратын болсаңыздар, таңертең вакуум жаттығуын жасайтын болсаңыздар, особенно дұрыс жасайтын болсаңыздар, шынымен де сіздерде запор деген проблема болмайды. Шынымен де айтады ғой көп қыздар босанған соң, Гүлбала ханым, менде опущение матки дейді. Сіздерде сондай проблема бар ма? Бар болса, мына жерде лайк басып кетіңіздер, көбірек лайк бассаңыздар, маған көрінеді мына жерде. Шынымен де сондай запор бар ма сіздерде? Немесе қандай да бір асқазан түйіліп, асқазан ауырып, сондай белгілер бар ма сіздерде?
егер шынымен де бар болса, мына жерде белгі қалдырып кетіңіздер, мен түсінейін, шынымен де бар екен, менің оқырмандарыма осы тақырып қызық екен деп, мен ары қарай бұл тақырыпты зерттейтін боламын, қыздар, сіздер үшін барлығы. Сосын қыздар, мына көп қыздар скулится, яғни былай вот так ходят. Жаңағы іштерін жасыру үшін, көп қыздар ішін көрсетпейін дейді, сәл болсын былай еңкейіп жүреді. Байқасаңыздар, сондай сіздерде сондай жаңағы ситуация болған ба? Ішімді қой білдіртпейін, сәл ішімді тартып тұрайын дейді. Ішін тартқан кезде, мына өзінен өзі, мына иықтары алға қарай былай кетеді. Вот сіздерге сондай проблемадан құтылуға осы вакуум жаттығу көмектеседі. Кәдімгідей иықтарыңызды тік ұстауға, іштеріңізді тартып, әп-әдемі сымбатты болып жүруге сіздерге осы вакуум жаттығуы өте жақсы көмектесетін болады. Егер шынымен де дұрыс жасай білсеңіздер, онда сіздерде артық проблемалар болмайды. Барлығы оңай шешілетін болады. Өздеріңізді жеңіл сезінетін боласыздар. Сол арқылы да сіздер жаңағы өздеріңіздің самооценкаларыңызды көтеретін боласыздар, қыздар. Мына қараңыздар, мысалы, до қандай сурет, мына после қандай сурет. Бұл мысалы 2-3 аптаның нәтижесі. Шынымен де сіздер күнделікті осылай жасайтын болсаңыздар, жақсы нәтижеге міндетті түрде жететін боласыздар, қыздар. Ары қарай кеттік, қыздар. Және де осы вакуум жаттығу жайлы тағы айтып өтейін, бұл жаттығу оңай әрі тез жасалатын жаттығу. Тез, егер адам мысалда болады ғой, бір аптадан кейін мен тойға барғым келіп жатыр, тойға баруым керек деген сияқты бір қандай да бір ситуациялар болып қалады ғой, сондай жағдайда қалай тез арықтасам екен, Гүлбала ханым, тез арықтау жаңағы тәсілдерін үйретіңізші маған, алда 8-ші наурыз келе жатыр, алда 22-ші наурыз келе жатыр, жаңа жыл келе жатыр деген сияқты көп қыздарда өте көп сондай сұраныстар келіп жатады. Вот сіздерге қыздар осы вакуум жаттығуы. Шынымен де егер дұрыс жасайтын болсаңыздар, осы вакуум жаттығуын, сіздерде жаңағы іштеріңіз кәдімгідей тартылатын болады. Бір аптаның ішінде іштеріңіз 5-6 сантиметрға кәдімгідей кішірейетін болады, қыздар. Бұл жаттығуды егер адам дұрыс жасаса, 2 аптада кәдімгідей нәтижесін байқауға болады, қыздар. Өте жақсы нәтижеге жете аласыздар. Шынымен де жасаймын, әрекет етемін деген қыздар ғана маған жазса болады. Личкаға мен міндетті түрде олардың барлығына көмектесетін боламын. Сіздердің осындай проблемаларыңызды, салбыраған іштеріңіз, қыздар, білесіздер ғой, сіздерге ол авторитет емес екенін де білесіздер. Кім ұнатады? Ешкім ұнатпайды. Сіздің күйеуіңіз де, сіздің бала-шағаңыз да ол нәрсені, сіздің салбыраған ішіңізді ұнатпайды. Дұрыс қой, ол проблема көп әйелдерде бар. Ол проблема жаңағы мен 1 бала тудым, мен 5 бала тудым деген өздеріңізде сылтау болмасын, қыздар. Хоть сіз 10 бала туыңыз, бірақ сіз өзіңізге қарауыңыз керек қой. Сіз 10 бала тусаңыз да, сіз әдемі болып тұрсаңыз, өзіңізге, өзіңіздің самооценкаңызға қандай влиять ететінін өзіңіз байқайтын боласыз. Шынымен де ішіңіз жоқ болса, әп-әдемі, ап-арық, сұп-сұлу, өзіне қараған, көрікті, сүйкімді сондай әйел болсаңыз, сізге ғана емес, сіздің айналаңыздағы адамдарға да өте-өте қатты приятно болады, қыздар. Онда өте жағымды үйде бір қандай да бір гармония болады, қыздар. Өздеріңіз бір жасап көріңіздер, қиналмаңыздар, тамақ деп жаңа өздеріңізді былай тастай салудың қажеті жоқ. Тамақ ол бірде бар, бірде жоқ, Үйде мысалы көп тамақ, ақша көп деп, көп тамақ жей берудің де қажеті жоқ, қыздар. Сіздер ол тамақты жеп, құр босқа ол шығып кетеді, оның ешқандай сіздерге нәтижесі жоқ. Тек денсаулыққа, денсаулықтың сыр беруіне ғана әсер етеді. Білесіздер, оның барлықтарыңыз білесіздер. Артық тамақ, дұрыс емес тамақтану, дұрыс емес тамақтану деген ол тек жаңағы салмақ қосу немесе салмақты кемейту ол емес. Дұрыс тамақтану деген, қыздар, кәдімгідей алда профилактика, алда болашақта сіздер де қартаясыздар, Қазір мен сияқты осындай жас болсаңыздар, ертең 20-30 жылдан кейін сіздер де қартаясыздар. Сіздерде сол кезде қазірден дұрыс тамақтанбайтын болсаңыздар, ертең гастрит, панкреатит, язва, жаңағы миом, опущение матки, соның барлығы сіздерде проблема, сондай проблемалар болуы мүмкін. Қазірден бастап өздеріңіз күнделікті жаттығу жасамасаңыздар, қазірден бастап дұрыс тамақтанбайтын болсаңыздар, сондай проблема ертең сіздерді күтіп тұр деп алдын ала өздеріңіз ойлаңыздар да, сол маған керек па деп ойлаңыздар. Керек емес қой, ол ешкімге керек емес. Тек дұрыс тамақтану және де салауатты өмір салтын ұстану, қыздар. Сонда ғана сіздерде алда өмір ғажап болады. Шынымен де. Ары қарай қазір тағы да түсіндіріп өтейін.
Міне мына жерде текст сіздерге көрінбей тұрған болуы мүмкін. Мен өзім өз тілімде сіздерге айтып өтейін, иә. Көп қыздарда не себепті мына іштері шығып кетеді, не себепті жаңағы артық салмақтары пайда болады. Өйткені көп қыздар отбасы болған соң, иә, қандай да бір стресс болады, отбасындағы жағдайлар болады, иә, депрессия болады. Мысалы, бала босанған соң көп әйелдерде сондай жаңағы ситуациялар кездеседі. Сіздерде де сондай болған ба? Егер болған болса, мына жерде жүрекшені басып отырыңыздар, мені тыңдап отырған болсаңыздар, сондай да бір қандай да бір проблемаларыңыз болса, иә, артық салмақпен проблемаларыңыз болса, онда мына жерде лайк басып отырыңыздар. Мен шынымен де сіздерге қызық екенін біліп отырайын тақырыптың. Көп қыздарда стресстан, депрессиядан, иә, жаңағы артық салмақ, яғни мен кей қыздар айтады, Гүлбала ханым дейді, менде месячный келген кезде мен артық тамақ жеп қоямын дейді. Гүлбала ханым, менде стресс болған кезде мен артық тамақ жеп қоямын, менде депрессия болған кезде артық тамақ жеп қоямын, біреуге ашулансам артық тамақ жеп қоямын дейді. Не істесем болады, қалай көмектесе аласыз деген сияқты көп қыздар айтады. Қыздар, оның барлығы өткінші нәрсе да, оның барлығы сіздің өміріңізге ешқандай жаңағы зиянын тигізбеу керек. Қандай ситуация болса да, сіз бірінші орында тұруыңыз керек. Жаңағы ешқандай стрессқа түсудің қажеті жоқ, ешқандай депрессияға түсудің қажеті жоқ, иә. Мысалы, месячныйдың өзін алғанның өзінде бір месячный келсе, сіздер бір деп күтіп аласыздар ғой, ойбай, менде месячный келді, мен жаттығу жасауыма болмайды, мен тәтті жегім келіп тұр деген сияқты. Дәл солай ғой сіздерде де, иә. Вот олай күтіп алудың қажеті жоқ, қыздар. Хоть ауырса да, иә, тұрып көбірек қимылдауларыңыз керек. Ой, не ол месячный? Ол сіздердің өмірлеріңіздің бір мәні емес қой, қыздар, дұрыс па? Сол себепті ол қалай кетті, солай кетеді. Оны бүйтіп басынан ұстап сыртқа шығарып тастаңыздар да, былай өздеріңіз төрге отырғызып алудың еш қажеті жоқ, қыздар. Әрбір қандай да бір ситуация болса, стресс болса да, мысалы, зачем өздеріңіздің өмірлеріңізді соған байлап қоюға да, өздеріңіздің самооценкаларыңызды түсіріп тастайсыздар ондай жағдайда. Әрдайым позитивта жүріңіздер, әрдайым көңіл күйлеріңізді көтеріп жүріңіздер. Вот сондай стресс болған жағдайда, иә, көп қыздар көп тамақ жеп қояды, сол арқылы да олардың іштері шығып кетеді. Бала туған соң да өздеріне қарамай қояды, өздерін тастап қояды да, қыздар. Сол себепті оларда осындай артық салмақ, іштерінің салбыраулары, уақытылы жаңағы өздеріне күтім жасамаған, сондай ситуациялар өте көп. Сондай жағдайлардан құтылу үшін міндетті түрде осы вакуум жаттығуын егер жасайтын болсаңыздар, иә, сіздерде артық салмақ та болмайды, өздеріңіздің көңіл күйлеріңіз әрдайым 24 сағат көңіл күйлеріңіз көтеріңкі жүретін болады, өздеріңіз бағалап үйренетін боласыздар, өздеріңіз қадірлеп үйренетін боласыздар, әрдайым өздеріңіз бір қандай да менің бағам өте қымбат деген сияқты өздеріңізде сезім болады. Былай біреудің таптап тастауына сіздер ешқашан мүмкіндік бермейтін боласыздар. Сол кезде шынымен солай, қыздар. Қазіргі таңда арықтау үшін, мысалы, қалай арықтасам болады, қандай жаттығуларды жасасам болады деп көп қыздар айтып жүреді ғой. Уақыт жоқ, менде жарты сағат уақытымды осы жаңағы жаттығу жасауға мен кетіре алмаймын, ата-енем бар үйде дейді, иә. Сондай ситуациялар егер сіздерде де болатын болса, дәл осы дұрыс тамақтану арқылы және де вакуум жаттығуын жасау арқылы сіздер сондай жаңағы проблемалардан құтылатын боласыздар. Яғни іштеріңіз кәдімгідей кететін болады, иә, сіздер егер күнделікті жасайтын болсаңыздар. Бұл вакуум жаттығудың өзінің техникасы бар, қыздар. Егер оны дұрыс жасамайтын болсаңыздар, сіздерде ертең опущение матки болуы мүмкін. Өйткені көп қыздар айтады, былай ойлайды, ішімді тартамын, сосын ішімді қайтадан жіберем дейді. Бұл сіздерге пружиновая резина емес қой, қыздар. Іштеріңізді тартып тұрып жіберетін болсаңыздар, иә, білесіздер ма, маткаларыңыз жоғары көтеріліп тұрады да, сосын сразу деп жететін болсаңыздар, бүкіл маткаларыңыз астына қарай кетіп түседі. Сол түскен кезде сіздерде опущение матки вот сол кезде болуы мүмкін. Сондай проблема. Сол үшін өте абай болу керек. Бұл жаттығуды жасаған кезде де егер дұрыс техникасын білмейтін болсаңыздар, қыздар, ертең сіздерде проблема болып кетуі мүмкін. Абай болыңыздар. Так, жаттығуды, осы вакуум жаттығуын кімдерге жасауға болады және кімдерге жасауға болмайды. Сол жайлы айтайын, не? Жасауға болады, егер сізде спираль болатын болса. Спираль жоқ болса да жасауға болады. Былай ғой. Көп қыздар айтады. Гүлбала ханым, менде спираль бар, мен вакуум жаттығуын жасай алам ба, жасауға бола ма дейді.
Әрине болады қыздар. Егер сіз спираль қойғаныңызға, жақын арада қойған болсаңыз, енді бір айдай жасамасаңыз болады. Бірақ мысалы да әрбір әйелде, мысалы 40-50 жастан асқандай, мысалы, немесе әрбір екінші, үшінші әйелде спираль бар, дұрыс па? Оның барлығы жаттығу жасамай жай жатқан жоқ қой үйде. Оның барлығы жаттығу жасап жүр. Сіз де жаттығу жасасаңыз болады, оның ешқандай әсері жоқ. Кей адамдарда болады, ол мыңнан бір адам, мыңнан бір әйел, немесе миллионнан бір әйел болуы мүмкін, бір спиралі жылжып кеткен ситуациялар болуы мүмкін. Бірақ спиральдің ешқандай вакуум жаттығуына кедергісі жоқ, қыздар. Жасасаңыздар болады. Сосын, разрывсыз босанған болсаңыз, онда сізге жасауға болады. А егер разрывпен жасалған, босанған болсаңыздар, онда бір ай бойы сіздерге вакуумда ешқандай жаттығу жасауға болмайды. Есте сақтаңыздар, жарай ма? Сосын 14 және 65 жас аралығындағы әйелдерге вакуум жаттығуы жасауға болады. Яғни ол жастағы әйел азаматы егер вакуум жасайтын болса, шынымен де оның нәтижесі болады. Ал уже 65 жастан кейін ары қарай уже сіздердің іштеріңіздің қаншама тартсаңыздар да ол өзгермейді. Сосын ішін кетіргісі келетін, мысалы сіз әйел болыңыз, сіз қыз болыңыз. Мысалы қыз адам тұрмысқа шығайын деп жатқан кезде, маған көбісі сондай ситуацияларда жазады, бір қандай тығырыққа тіреліп қалған кезде жазады, қалай құтылсам болады деп жатады. Ішіңізден құтылу үшін осы вакуум жаттығуын жасасаңыз, шынымен де жақсы нәтиже көресіз. Сіз қыздар мына жерде слабый сигнал деп тұр, сіздер мен плюсик қойып жіберсеңіздер, мен естіліп тұрмын ба, қыздар? Естіліп тұрмын, жүрекшелер қойып жатыр, өте қуаныштымын. Слабый сигнал деп тұр екен маған. Және де, мысалы, ішін кетіргісі келетін, жинақсы келетін қыздар бар ғой, соның барлығы осы вакуум жаттығуын егер дұрыс жасайтын болсаңыздар, шынымен де сіздердің іштеріңіз бір аптаның ішінде кәдімгідей кететін болады. Өздеріңіз нәтижесін байқайтын боласыздар. Іштеріңіз кеткен соң ары қарай уже дұрыс тамақтануға көшетін боласыздар. Артық салмақ жинағыларыңыз келмейтін болады. Өздеріңіз нәтижесін шынымен де көзбен көрген соң, ары қарай уже артқа қайтқыларыңыз келмейтін болады. Шынымен де дұрыс тамақтанып, арықтап кететін боласыздар, қыздар. Сосын эрозиясы бар қыздар, сіздерге де вакуум жаттығуын жасауға болады. Уайымдамаңыздар, оның ешқандай кері әсері жоқ. Сосын көп тамақ жеп асқазанын созып алған қыздар. Мысалы, айтады, мен тамақ жегім келе береді, түнде де тамақ жегім келе береді, кешке де тамақ жегім келеді, не істеймін, Гүлбала ханым, көмектесіңізші деп жатады. Қыздар, сіздер егер вакуум жаттығуын бір сыр айтайын, сіздерге, есте сақтап алыңыздар да. Егер сіздер вакуум жаттығуын жасайтын болсаңыздар, үйреніп алсаңыздар, осы вакуум жаттығуы арқылы сіздер асқазандарыңызды кішірейте аласыздар. Асқазан кішірейген кезде білесіздер, артық тамақ қабылдамайтын болады асқазан. Артық тамақ жеп қоясыздар ма, сразу құсқыларыңыз кеп, бір жағымсыз энергетика болады, кәдімгідей жегілеріңіз келмей, барлық нәрсені шығарып тастағыларыңыз келеді. Өйткені асқазан сіздердің қабылдамайтын болады артық тамақ. Сол арқылы да сіздер дұрыс тамақтануға өтесіздер. Және де вакуум жаттығуын жасау арқылы артық салмақтан арылатын боласыздар, қыздар. Іштеріңіз кетіп, әдемі болып, прям сымбатты, сүйкімді келіншек боласыздар барлықтарыңыз. Так, енді жасауға болатынын айттық, енді кімдерге жасауға болмайды, сол жайлы айтайын. Жасауға болмайды. Егер сол вакуум жасайын деп жатқан кезде давленияларыңыз жоғары болып тұрған болса, онда жасауға болмайды. Өйткені білесіздер, давлениясы жоғары адамдарға көп физнагрузка жасауға болмайды. Одан бетер көтеріліп кетуі мүмкін. Сол себепті айтам, давлениясы жоғары қыздар, сіздер жаттығу жасағанда абай болыңыздар. Сол кезде давление жоғары болып тұратын болса, онда жасамайсыздар, тек шап жүрсеңіздер болады деп мен өзімнің марафоншыларыма айтып жүрем. Сіздерге де дәл солай, қыздар. Егер давление жоғары болатын болса, сол мезетте жасамайсыздар. Давление төмен түскен соң жасасаңыздар болады. Операция болған болса, немесе кесарево болған болса, сіздерге 5-6 ай жаттығу жасауға болмайды. Вакуумда да болмайды, ішпен ешқандай жаттығу жасауға болмайды, қыздар. Соны ескеріңіздер міндетті түрде. 5-6 ай өткен соң, егер іштеріңізбен жасаған кезде іштеріңіз ауырмайтын болса, онда жасай берсеңіздер болады. Ал ауыратын болса, онда тоқтатып тұрасыздар. Сосын миомасы бар қыздар.
жасауға болмайды. Миома не екен білесіздер, иә? Ол рактың клеткалары, яғни мына маткада рактың клеткалары пайда болған кезде адамда соны миома деп айтамыз. Вот сондай жағдай болатын болса, онда жасауға болмайды. Оны бірінші емдеп алу керек. Сосын барып қана жасауға болады, қыздар. Ұмытпаңыздар, әрдайым есте сақтап жүріңіздер. Сосын разрывпен босанған болсаңыздар, 1 ай бойы жасауға болмайды, қыздар. 1 ай бойы күтінесіздер, 40 күндік шілдесінен шығарасыздар ғой баланың. Вот содан кейін жасасаңыздар болады. Ал разрыв болмаған болса, онда жасай берсеңіздер болады. Кстати, егер вакуумды сіздер дұрыс жасайтын болсаңыздар, ертең мысалы босанған кезде, жаңағы екі қабат болып мысалы көтересіздер ғой, сосын босанғанда сіздерде разрыв болмайтын болады. Егер вакуум жасауды үйреніп алсаңыздар, міндетті түрде соны ескеріңіздер. Егер алда баланы планировать етіп жүрген болсаңыздар, онда сіздер вакуумды жасап үйреніп алыңыздар, сосын босанған соң да жасай беретін боласыздар. Разрыв мүлдем болмайды, қыздар. Егер қыздар бұл проблема, бұнда ешқандай проблема сіздерде болмаса, онда сіздер вакуум курсына қатыссаңыздар болады. Кей қыздар айтады, Гүлбала ханым, менде толықтық бар дейді, бірақ менің ішім жоқ дейді, менің өзімнің натурам сондай деген сияқты айтатын қыздар бар. Менің туыстарымның барлығы толық, мен қайда барам деген сияқты, Қыздар, сіздер дәл солай толық болып туылған жоқсыздар ғой, дұрыс па? Сол себепті, егер сіздерде вакуум жаттығуын жасайтын болсаңыздар, шынымен де бұл арықтауға да жақсы көмектесетін болады. Өйткені вакуум жасағанда адамның асқазаны кішірейеді. Асқазаны кішірейген кезде сіздер артық тамақ жемейтін боласыздар. Сол арқылы да сіздер жақсы салмақ тастайтын боласыздар. Алда 8 наурыз келе жатыр, барлығымыздың бір керемет мерекеміз, әдемі бір көйлек кигіміз келеді, барлығымыз әдемі өзімізге жарасымды киім кигіміз келеді, салбыраған ішімізден құтылғымыз келеді. Әрдайым салбыраған қарнымызды көрсетпеу үшін бір қандай да бір анандай қап сияқты көйлектер киіп аламыз ғой. Артық салмағымды көрмесе екен, артық майымды көрмесе екен деген сияқты дәл сондай чувствода егер жүрген болсаңыздар, шынымен де бұл жаттығу сіздерге өте жақсы көмектеседі. Ровно қазір көйлек алып қойсаңыздар болады, 1-2 размерға төмен. Ертең 8 наурызда сол киім, сол көйлек сізге сиятын болады, міндетті түрде, қыздар. Солай сіздер өздеріңізге мотивация жасасаңыздар болады. Сосын, бұны айттық, жасауын айттық. Енді вакуум қашан басталады деп менен көп қыздар сұрап жатыр. Вакуум 3 март күні басталады, қыздар. Яғни, ертең кешкі сағат 9-да мен толық түсіндірем қыздарға. Сосын 3 март күні таңертең басталып кетеді. Ровно 1 күн уақыттарыңыз бар. Егер қатысам десеңіздер, қыздар, бағасы 50% жеңілдікпен 1500 теңге. Яғни сіздермен бірге мен 7 күн бойы бүкіл техникасын үйрететін боламын, барлығын толық түсіндіретін боламын, және де өзім видеомен көрсететін боламын. Қалай жасау керек, қалай дұрыс емес, бүкіліңіздің отчеттарыңызды өзім жеке тексеріп, дұрыс немесе дұрыс емес, қай жері дұрыс емес, барлығын түзулеп, толықтырып, сіздер дұрыс жасағанша үйрететін боламын, қыздар. Көп қыздар айтады, Гүлбала ханым, мен вакуум жасасам да ішім кірмейді деп жатады. Сондай ситуация сізде болды ма? А вот 7 күн сіздер жасаңыздар, менімен бірге жасаңыздар, шынымен де іштеріңіз кіретін болады. Іштеріңіз қаншалықты қамыр сияқты былай шығып кеткен болса да, 7 күннің ішінде сіздердің іштеріңіз кіретін болады, қыздар. Оған 100% гарантия мен өзім бере аламын. Кәдімгідей дұрыс техникасын үйреніп алсаңыздар, ешқандай проблема болмайды. Ішті кетірумен ешқандай проблема сізде болмайтын болады, қыздар. Егер қатсам деген қыздар, 1500 теңге тек 24 сағат қана действует, 24 сағат уақыттарыңыз бар. Төлем жасау, мына жерде Каспий Голд реквизитті мен жіберіп қойдым. Скриншот қылып алсаңыздар болады. Ертең мына қазір прямой эфир бітеді ғой, сосын кіріп төлем жасай берсеңіздер болады. Чекті маған личкаға жібересіздер, мен сіздерді группаға қосам. WhatsApp номерді жазып қойдым, осы WhatsApp номерге жібересіздер. Жарайды ма? Сосын мен сіздерге бүкіл техникасын міндетті түрде айтамын, өзім үйретемін, өзім әрқайсыңызбен жеке тексеріп отырамын. Шынымен де міндетті түрде 8 наурызға дейін жақсы, где-то 5-6 сантиметрге кәдімгідей объемдарыңыз кішіретін болады, қыздар. Енді мен сіздер қазір сұрақтарыңызға өтейін, мынаны скриншот қылып алдыңыздар ма, қыздар? Скриншот қылып алсаңыздар, мен сұрақтарыңызға көше берейін. Эфирді сақтап қойыңызшы дейді.
жақсы, эфирді сақтап қояйын. Бүгін бір күн эфиріміз тұрсын, иә? Сақтап қояйын. Дальше көрейік. Тағы сұрақтар бар ма екен? Құйрықты қалай кетіруге болады дейді. Көп қыздар менен наоборот сұрайды, құйрықты қалай шығарсам болады Гүлбала ханым деп. Мына сұрақ қызық екен. Енді сіз жаңағы міндетті түрде салмақ тастауыңыз керек. Көп қыздар айтады, Гүлбала ханым, мен қанша салмақ тастасам да, менің қолымның объемы кетпейді, немесе мына иық жағым, немесе мына жер бар ғой, мына жер. Иә, осы жер горбинка менде бар деп айтады. Егер сондай ситуациялар болса, еш уайымдамаңыздар. Егер сіздер дұрыс тамақтанып, менің беріп отырған жаттығуларымды жасайтын болсаңыздар, шынымен де жайлап салмақтарыңыз кететін болады. Бірінші іштен бастап кетеді, сосын денелеріңіз кетеді, сосын жайлап аяққа түседі қыздар. Егер сіз өзіңіздің құйрығыңызды арықтатқыңыз келсе, осы дұрыс тамақтану марафонына қатыссаңыз болады. Сол жерде мықты жаттығулар беріледі. Сол арқылы сіз кәдімгідей арықтай алатын боласыз. Бүксе қалай кетіруге болады? Бүксені. Қыздар, бүкселеріңізді де дәл солай, егер дұрыс тамақтанатын болсаңыздар, бүкселеріңіз де кететін болады. Міндетті түрде жаттығуларды, мен берген жаттығуларды жасап отыруларыңыз қажет. Так, вакуум бұл женский жаққа әсер ете ма? Солай естіп едім, сол рас па дейді. Ол рас, қыздар. Егер айтады ғой, мен көптен бері жүкті бола алмай жүрмін, бала күтіп жүрмін, баламыз болмай жатыр деген сияқты өте көп қыздардың менде алғыстары бар, иә? Өте көп мен комментарияларды, сіз менің посттарым бар ғой, посттарымды бітіп көтерсеңіздер, ақыр жағында өте көп маған алғыс айтқан қыздар өте көп. Мен оның барлығын салмаған, бірақ бүйтіп көрсеңіздер, аст жағында прям топ тұр, кете береді. Шынымен де оларда нәтиже болды. Шынымен де олар өздерінің алғыстарын айтты. Дәл солай сіз де алғысыңыз айтатын боласыз. Особенно осы дұрыс тамақтануды бастағанда, иә, көп қыздарда трубы, маточные трубы дейміз ғой. Сол трубалар май басып қалады, бітеліп қалады, яғни сол себепті де көп қыздар жүкті бола алмай жүреді. Осы вакуум жаттығуын егер жасайтын болсаңыздар, иә, күнделікті жасайтын болсаңыздар, сіздерде де сондай бір армандарыңыз шынымен де орындалатын болады, қыздар. Ол жағынан енді бірінші Алла, әрине, екінші өздеріңіздің мына ұмтылыстарыңыз, сол арқылы да жақсы нәтижеге жетуге болады. Өздеріңіздің армандарыңызды орындайтын боласыздар, қыздар. Сосын осы вакуум жаттығуы арқылы, иә, көп қыздарда артық салмақтан арылып, өздерінің армандарына жетіп, осы дұрыс тамақтану арқылы гормональное нарушение дейді, иә, көп қыздарда гормондық нарушение болған соң, олар гормональный таблеткалар ішкен кезінде, сол арқылы да сіздерде салмақ қосылып кеткен қыздар. Егер дұрыс тамақтанатын болсаңыздар, гормондарыңыздың барлығы реттелетін болады. Реттелген кезде сіздерде де осындай жақсы жаңалықтар болатын болады. Шынымен де жүкті болып, өздеріңіздің бір армандарыңызды орындайтын боласыздар. Егер сіздерде осындай проблема болып жүрген болса, қыздар. Сосын дағы көрейік. Так. Мен марафонға қатысып жүрмін дейді. Бетімен иығым сүйек уже дейді. Көрдіңіздер ме? Кәдімгідей арықтап жатыр қыздар. Шынымен де нәтиже мықты. Бірақ саным кетсін деп ем, ол жаққа қалай жетсем дейді. Демек, сіз санға байланысты қосымша жаттығуларды жасауыңыз керек. Мен күнде әртүрлі жаттығулар беріп жатырмын ғой, қараңыз қайсы санға келеткен. Немесе сіз ютубта ашыңыз, сол жерден қараңыз, санға қандай жаттығулар бар. Соларды шынымен де жасайтын болсаңыз, бұл да проблеманы шешу қиын емес, қыздар, оп-оңай. Шынымен де сүйек болып жатқан болсаңыз, онда марафонды тоқтатыңыз, ары қарай сізге жалғастырудың қажеті жоқ. Өзіңіздің армандаған салмағыңызға жеткен болсаңыз, ары қарай дұрыс тамақтана берсеңіз болады. Ішім өте шығыңқы дейді, май басып кетті дейді. Вакуум неше күнде көмектеседі дейді. Қыздар, іштеріңіз шыққан болса, иә, кәдімгідей іштеріңізді толыққанды кетіру үшін сіздер 1 ай болсын, 2 ай болсын шынымен де вакуумды тоқтатпауларыңыз керек. Ал іштеріңізді вакуум жасаған кезде кіруі үшін
ішіңіз кіруі үшін, тартқан кезде. Вот сол бір аптаның ішінде кіретін болады іштеріңіз. Ары қарай күнделікті жасай беретін болсаңыздар, шынымен де іштеріңізден құтылатын боласыздар, қыздар. Енді мен қазір комментарияны қосайын, мынаны скрин қылып алсаңыздар, өзімнің бетімді ашайыншы мен. Сосын сұрақтарыңызды қоя бересіздер. Қазір комментарий. Мені қостым. Сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Сұрақтарыңыз бар ма, қыздар, қоя беріңіздер. Мен көрініп тұрмын ба, маған қараңғы болып тұрған сияқты болып тұр. Егер көрініп тұрған болсам, сұраңыздар. Барлықтарыңыздың сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап беретін боламын, қыздар. Сәлематсыз ба, сәлем, қыздар. Уже 40 минут мен тоқтамай сөйлеп жатырмын. Астанада да бар дейді. Мен, қыздар, өзім Астана қаласынанмын. Сәлематсыз ба. Қыздар, нақты вакуум жайлы сұрақтарыңыз бар ма? Сіздердің сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар, барлықтарыңызға жауап берейін. Сәлем. Айта беріңіздер. Сосын менен, қыздар, көп қыздар дұрыс тамақтану марафоны қашан басталады деп жатыр. Дұрыс тамақтану марафоны аяқты қалай арықтатуға болады дейді. Аяқты, қыздар, аяққа арналған жаттығуларды жасаңыздар, шынымен де аяқтарыңыздың жаңағы объемы кететін болады. Менде салмақ жай кетіп жатыр дейді. Вот, қараңыздар, егер сіздерде салмақ жай кететін болса, демек сіздерде метаболизм, ас қорыту процесі өте жай жұмыс жасап жатыр. Оның барлығын қалыпқа келтіру үшін міндетті түрде вакуум курсынан өтуіңіз қажет. Вот, вакуум курсында егер күнделікті жасайтын болсаңыздар, дұрыс жасайтын болсаңыздар, ас қорыту процесі тез жұмыс жасайтын болады. Ешқандай запор деген проблема сіздерде болмайтын болады. Кәдімгідей асқазандарыңыз кішірейетін болады. Сол арқылы кәдімгідей сіздерде артық салмақ кететін болады, қыздар. Сол іш кірмейді дейді. Мен қатысқанмын вакуум курсқа дейді. Сәлематсыз ба дейді. Сіз маған вакуум курсын өзіңіз кәдімгідей жасаңыз да, айнаға қарап, мысалы видеоны мен жіберген видеоларды кәдімгідей қойып көріп, сосын маған видеоңызды жіберіңіз. Мен қай жерінде қате кетті, мен сізге айтатын боламын. Барлығын өзім түсіндіретін боламын. Сәлематсыз ба дейді. Арықтауға су көбірек ішу керек па? Міндетті түрде, қыздар. Егер артық салмақтан арылам десеңіздер, онда сіздерде егер бүйрекпен проблема болмайтын болса, ісіну деген проблема сіздерде болмайтын болса, онда судың нормасын орындау қажет. Судың нормасы деген, яғни өздеріңіздің салмақтарыңызды 0,03-ке көбейтесіздер, сонда бір күнде қанша литр су ішу керек екені шығады, қыздар. Соны күнделікті ішіп отырсаңыздар да, кәдімгідей ас қорыту процесі жақсы жұмыс жасайтын болады. Тұрып қалмайтын болады. Застой деген болмайды. Асқазандашы бүкіл жаңағы ішіп жегендеріңіз былай шығып кететін болады, қыздар. Так, мына жерде неше сұрақ. Вакуум қанша минут, қыздар? Ол жерде сіздер минутпен жасай алмайсыздар вакуумды ішті тартқан соң демалу керек қой адам. Минимум где-то 10 секунд ұстап тұруларыңыз мүмкін да іштеріңізді. Сосын жайлап жіберу керек. Ол минутпен тұра алмайсыздар сіздер. Салмақ тастауын қиын болып жатыр дейді. Арықтау марафонына қатысқым келеді. Арықтау марафон жайлы айтыңызшы дейді. Вакуум жаттығуын күніне неше рет жасауым қажет дейді. Вакуум жаттығуын 10 рет жасайсыз. Күнде таңертең аш қарынға, қыздар. Ешқандай тамақ жемей аш қарынға жасасаңыздар, эффект мықты болады. Егер тоқ қарынға жасайтын болсаңыздар, онда сіздерде ешқандай нәтиже шықпауы мүмкін. Сол себепті аш қарынға жасаймыз. Арықтау марафоны, қыздар. Арықтау марафонына қатысам десеңіздер, 5 март күні басталады. Бір ай бойы мен сіздермен жұмыс жасайтын боламын. Шынымен де Гүлбала ханымның менюін көп қыздар көрген ғой, менің марафоныма қатысқан көп қыздар біледі. Шынымен де жақсы салмақ тастайды. Где-то 10 килограммдай салмақ тастай аласыздар. Егер бір ай бойы күнделікті менің айтып отырған тапсырмаларымды орындайтын болсаңыздар, күнделікті мен беріп отырған жаңағы менюмды ұстанатын болсаңыздар, күнделікті биді билейтін болсаңыздар, күнде мен аудио мотивация жіберем қыздарға. Сол арқылы да олардың күнделікті мотивациялары күшейіп, өздеріне деген самооценка күшейіп, сол арқылы жақсы салмақ тастап жатыр. 10 килограмм салмақ тастай аласыздар, егер барлығын бұлжытпай орындайтын болсаңыздар.
5 март бағасы 50% жеңілдікпен 2500 теңге. Қыздар, егер қатсам десеңіздер, реквизит бар ғой, 2500 теңге төлем жасап, чектарыңызды жіберсеңіздер. Так. Ол рас дейді. Бүгін тіркелуге болады ма? Әрине, қыздар, болады. Мен қазір реквизитті тағы бір рет жіберейін, көрсетейін сіздерге. Вот, көрініп тұр ма? Мына жерде. Вот Каспий Голд номері жазылып тұр да, мына 8702 883 80 88. Яғни бұл жерде 5 март күні басталатын менің арықтау марафонына қатсам десеңіздер, бір айға 50% жеңілдікпен 2500 теңге. Бұл жерде, қыздар, тек 25 қана орын бар. Өте аз орын, тез толып қалады. Сол себепті мен ешқашан арықтау марафонын жарияламаймын, қыздар. Именно қазір осы жаңағы отыр ғой, қыздар. Солар үшін ғана айтып жатырмын. Егер қатсам десеңіздер, тез төлем жасап, орын алып қойсаңыздар болады. Мына жерде уже маған Каспий Голдтан 2,5 мың теңге салып жатқан қыздар бар екен, түсіп жатыр. Айгерім, Ақерке, Жансая, құттықтаймын сіздерді, қыздар. Сіздер марафонға қосыласыздар міндетті түрде. Қосамын сіздерді. Қазір осы жаңағы прямой эфир аяқталған соң міндетті түрде барлықтарыңызды қосатын боламын. Түсіріп алдыңыздар, болды, қыздар. Бір айға 2500 егер марафонға қатысатын болсаңыздар. Ал егер вакуум курсына қатысатын болсаңыздар, 7 күнге 1500 теңге. Вакуумды толықтай үйреніп шығатын боласыздар, қыздар. Енді сұрақтарыңызға өтейін. Қыздар, осы күріш туралы, мен айтайыншы. Күрішті очистка кезде сіздер міндетті түрде күріш жеулеріңіз керек емес. Сіздер гречка жесеңіздер болады, сіздер овсянка жесеңіздер болады, сіздер алма жесеңіздер болады, сіздер жаңағы кефир жесеңіздер болады. Міндетті емес, қыздар, қалағандарыңызды. Очистка деген бүкіл ағзаны тазалау. На выбор, қайсысын қалайсыздар, соған жаңағы өздеріңіз қайсысы ұнап тұр, соны ұстансаңыздар болады. Егер мен очистка жасай алмаймын, менде жаңағы давление төмен, менде гастрит, менде асқазанымен проблема дейтін болсаңыздар, мен міндетті түрде сіздерге бөлек меню беретін боламын. Еш уайымдамаңыздар, қыздар. Ол қиын емес. Арықтауым керек боп тұр, дейді. Так. Сұрақтарыңыз бар ма, қыздар? Іш қатқанға не істеуге болады, дейді. Қыздар, осы вакуум курсы шынымен де егер сіз білмейтін болсаңыз, жасауды, егер жасауды білетін болсаңыздар, онда вакуумды жасаңыздар. Шынымен де бұл проблемадан құтылатын боласыздар. Сосын мына қолды жоғары қарай көтеріп қойып, былай жоғары қарай көтеріп қойып, аяқтың ұшымен тұратын болсаңыздар, мына бүкіл ішек жолдарыңыздың барлығы ретке келеді. Жұмысы ретке келетін болады. Сол арқылы да сіздер жаңағы запордан құтыла аласыздар, қыздар. Беременналарға болмайды, вакуум жасауға болмайды, олар тек дұрыс тамақтанады. Яғни сіз дұрыс тамақтану марафонына қатыссаңыз болады. Дұрыс тамақтану марафонында сіз дұрыс тамақтану арқылы артық жаңағы май жинамайтын боласыз. Баланың салмағы өсе береді ғой, бірақ сіз өзіңіздің артық майларыңыздан құтылатын боласыз. Менің весім тұрып қалды, дейді. Ол әртүрлі жағдай болуы мүмкін. Сізде месячный болуы мүмкін, сізде отек болуы мүмкін, сізде запор болуы мүмкін. Әртүрлі жағдай болады ғой. Сол себепті қайсысы екенін мен сіздікін білмеймін. Так, сізге қатысып жақсы азғанмын, дейді. Өте қуаныштымын. Осындай комментарияларды көрген кезде шынымен де мен біреуге көмектескеніме өте қуанып отырамын. Арықтасаңыздар болды. Менің миссиям қазір солай. Сіздерді арықтату, сіздерді дұрыс тамақтануға үйрету, қыздар. Барлықтарыңыз егер дұрыс тамақтануды үйреніп алатын болсаңыздар, шынымен де ертең сіздер бала шағаларыңызға үйретесіздер. Ертең оларда проблема, артық салмақ деген проблема болмайтын болады, қыздар. Жазира Айғаным, төлем жасап жатыр екенсіздер, 2500. Өте қуаныштымын, сіздер келесі марафонға өтетін боласыздар. Міндетті түрде қосамын. Қазір прямой эфир бітсін, міндетті түрде барлықтарыңызды жаңа топқа қосып шығамын. Уже 10 шақты орын толып қалды, қыздар. Соңғы 15 орын қалды. Кім үлгереді, тез төлем жасап орындарыңызды алып қойыңыздар. Мына жерде уже орын қалмай бара жатыр. Селдерей, дейді, ішу жайында айтсаңыз, дейді. Ол қыздар, ішсеңіздер болады, оның ешқандай зияны жоқ.
гречкаға отырса болады ма? Әрине отырса болады, бірақ сіздер қыздар тек 3 күн ғана, иә? Мысалы, бір ай бойы, бұл диета емес қой сіздерге, бір ай бойы тек күріш жеп, тек гречка жеп. Бұл дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтанудың басында, немесе ортасында, немесе соңында, иә? Бір очистка жасап өту керек бүкіл ағзаны. Вот сонда сіздерде жақсы салмақты кететін болады. Бүкіл асқазанды, иә, артық шлактан, токсиннан, тұздан, артық судан тазалап алсақ, ары қарай арықтау жеңіл жүретін болады, қыздар. Сәлематсыз ба, сіздің марафоныңыз? Так, қандай сұрақтар бар? Мен бір күшіммен ішімді тартсам да, ішім салбырап шығып тұрады ғой, дейді. Вот, Мадина ханым, сіз демек дұрыс жасап жүрген жоқсыз. Ол дұрыс жасамаған, ол өте қауіпті, қыздар. Егер сіздер вакуумды дұрыс жасамайтын болсаңыздар, сіздерде ертең опущение матки болуы мүмкін, қыздар. Ол очень опасно, нельзя так шутить со здоровьем, да? Мен өзім салауатты өмір салты дәрігер ретінде сізге айтып тұрмын. Өйткені мен беременналармен өте көп жұмыс жасаймын. Өйткені мен жаңағы артық салмағы бар, иә, диабет дейміз ғой, қант диабеті, сахар деп айтып жатамыз. Вот соның барлық сондай адамдармен мен көп жұмыс жасаймын. Сол себепті соның барлығын алдын алу үшін қазірден бастап дұрыс тамақтануларыңыз қажет, қыздар. Вакуумды залда жасауға бола ма? Әрине болады, неге болмайды? Любой жерде жасасаңыздар болады. Хоть мені кухняда жасасаңыздар болады. Тура мен сияқты жасайтын боласыздар күнделікті, ешкімнен қысылмай. Қатысуына қатысам, дейді. Бүгін тіркелуге болады, қыздар. Орын бар, қазір тек бір 10-15 қана орын қалды. Үлгерсеңіздер, мен қазір реквизитті тағы бір рет көрсетіп жіберейін, иә? Төлем жасап чектарыңызды жібере беріңіздер, мен қазір қосамын сіздерді. Вот. Каспи Голдты скрин қылып алсаңыздар, тіптен жақсы болатын еді. Мен қазір өзімді көрсетпесем. Болды, иә, қыздар? Вакуум жаттығуым, қыздар, ол жаңағы WhatsApp арқылы мен өзім тек вакуум курсына қатысып жатқан әйел азаматтарына қана көрсете аламын. Мен бұл жерде кім отырғанын білмеймін ғой, сол себепті мен ішімді ашып барлықтарыңызға көрсете алмаймын, қыздар. Вакуумды таңертең аш қарынға бір рет жасасаңыз да, 2 рет жасасаңыз да, эффект міндетті түрде болады, қыздар. Түсіріп алдыңыздар, иә? Айсұлу, Мөлдір ханым, құттықтаймын. Сіздер төлем жасапсыздар. Өте қуаныштымын. Сіздерді жаңа топқа қосамын. Соңғы бір 10 шақты орын қалды. Сол толса, уже бастаймыз марафонымызды қосып. Марафонда неше рет тамақтанамыз, дейді. Қыздар, егер сіздер дұрыс тамақтану марафонына қатысатын болсаңыздар, иә, бір айға 2,5 мың теңге деп айттым ғой, 50% жеңілдікпен. Вот соған қатысатын болсаңыздар, ол жерде 5 рет тамақтанатын боласыздар. Яғни завтрак, обед, ужин и 2 перекус бар. Оның уақыттарында тамақтың барлығы қарапайым үйдегі бар продуктылар, қыздар. Қымбат еш нәрсе жоқ. Өздеріңізді солай қинамаңыздар. Мен марафонға қатыссам, қымбат тамақтар шығар, менің оған қолым жетпейді, жаңағы жағдайым жетпейді деп. Олай емес, қыздар. Қарапайым үйдегі не бар, соны жейтін боласыздар. Тек жасалуы дұрыс жолмен болса болғаны. Оның ешқандай сіздерге жаңағы ауыртпашылығы түспесін, қыздар. Ең бастысы дұрыс жасауын үйреніп алсаңыздар. Егер марафонға қатысатын болсаңыздар, мен күнделікті сіздерге өзім жасап көрсететін боламын. Өзім, мен YouTube каналымда жаңағы бар қыздар бар ма мына жерде? Бар болса, плюсик қойып кетсеңіздер, сіздер көріп жүрсіздер ғой, күнделікті түрлі мен ПП тамақтарды өзім жасаймын. Өзім қыздарға көрсетемін, қалай дұрыс жасалу керек екенін, барлығын өзім үйретемін. Досконально, да, барлығын түсіндіріп, үйретіп, көрсетіп беремін. Ары қарай қыздар өздері алып кетеді. Сол арқылы да шынымен де олар түсінеді, дұрыс тамақтану қымбат емес екенін, қыздар. КБЖУ міндетті түрде, әрине, қыздар, әр адамның өзінің КБЖУ болады, мысалы, да, иә? Әр адамның жаңағы күнделікті сіз мысалы көбірек физнагрузка болатын болса, иә, плюсик қойып жатыр, өте қуаныштымын. Иә, менің YouTube каналымда бар осы қыздар, оның барлығы көріп жүр, күнделікті видео рецепттердің барлығы бар. Сол жерден көрсеңіздер болады. Және де ПП тамақтарды сол жерден үйреніп жасасаңыздар да болады. Мен жай YouTube-тан алып қойып қойған жоқпын. Мен өзім жасаймын, өзім жеймін. Шынымен де дұрыс болса, мен қыздармен бөлісемін.
Так, мына жерде вакуумда, қыздар, су ішпей тұрып жасау керек. Негізі айтады, бір жаңағы глоток, су ішсеңіздер болады, бірақ лучше су ішпей жасаған жақсы. Әжетханаға барып келіп, аш қарынға жасасаңыздар, супер нәтиже болады, қыздар. Қанша төлем болады, қыздар? Егер арықтау марафонына қатысам десеңіздер 2500, ал егер вакуум курсына қатысам десеңіздер 1500 теңге. Уже орындар өте аз қалып жатыр, сол себепті нақты қатысам деген қыздар тез төлем жасап, маған чектарыңызды жіберіңіздер, қазір мен уже қосамын барлықтарыңызды. Маған тек вакуум жаттығуын қалай істеу керек екенін қажет еді дейді. Жақсы, маған жазыңыз, мен сізді марафонға қосамын. Реквизитті көрдіңіздер, Эфир сақталады, қыздар. Басқа артық сұрақтарыңыз болмаса, барлығы түсінікті болса, мен эфирді аяқтайын, Сұрақтарыңыз жоқ қой, Сәлематсыз ба деді. Спираль бар адамдарға вакуум жасауға болады ма? Әрине, қыздар, вакуум жасауға болады. Неге болмайды? Оның ешқандай кедергісі жоқ. Қазір әрбір әйелде жаңағы спираль бар да, оның барлығы вакуум жасамайым, жоқ маған болмайды деп құрып отырған жоқ. Барлығы да жасап жүр. Оның ешқандай зияны жоқ, қыздар. YouTube каналым дәл осылай аталады, Гүлбала ПП деп жазсаңыздар, менің YouTube каналым шығады, қыздар. Сол жерден көре аласыздар. Барлығы тұр. Так, тағы сұрақтар бар ма? Арықтау марафоны неше күн? Арықтау марафоны 1 ай, 30 күн бойы сіздермен бірге жұмыс жасайтын боламын, қыздар. Так. Болды, артық сұрақтарыңыз болмаса, марафон қанша? 1 айға ма дейді? 1 айға 2500 теңге. Жақсы, қыздар, барлығы түсінікті болса, мына жерде төлем жасап жатқан қазір қыздардың барлығын қосамын, сосын солармен уже жұмыс жасап бастаймыз. Сізде қалыс қалмаңыз, 8 наурызға дейін минимум 1-2 килограмм салмақ тастай аласыз вакуум арқылы, және де 5-6 сантиметр объемнан кетесіз. Ол дегені 2-3 размері кем жаңағы көйлекті кие аласыз. Өзіңіздің армандаған көйлегіңізді кие аласыз. Жақсы, сау болыңыздар, өте қуаныштымын барлықтарыңыз осы жерде көргеніме, сұрақтарыңызды қойғандарыңыз үшін өте қуаныштымын, сіздер үшін. Әрдайым сіздерге пайдалы болғаным үшін өте қуаныштымын. Барлықтарыңызға сау болыңыздар. Көктемнің алғашқы күні сіздерге де құтты болсын, қыздар. Ары қарай да шуақты күндеріңіз көп болсын, қыздар. Сау болыңыздар.